Достар, біз өте маңызды процеске келіп тоқтадық. Escastor порталы бойынша шот-фактура жібереміз. Escastor порталына шот-фактура жіберген кезде назар аударатын бірнеше зат бар. Ол жаңағы біз Косаку Маркет порталында бір түрлі шаблонмен белгілі бір разделдерді толтырып шот-фактура жібере беретін болсақ, Escastor порталында кейбір жерлеріне қосымша мәліметті енгізуді талап етеді. Біздің өзімізде де практика жүзінде болды. Косакуптен, Омаркеттен ұтқан заттарға жіберген сияқты жібере салып, оны қайта исправить еткен жағдайлар жиі кездесті. Мен нақты қай жерлерінде қандай заттарды толтыру керексіз, соны қосымша көрсететін боламын. Қазір мен шот-фактура жіберу сабағы қай жерде жазылған, соны қай жерден қарайсыз, содан кейін барып негізгі тақырыпқа оралатын боламыз. Менің YouTube каналымдағы видеоларға қарайтын болсаңыз, 123 сабақ YouTube'те жазылған видеолардың ең басына қарай осындай электронды шот-фактура жіберу деген сабақ жазылған. Осы сабаққа қарап жаңағы шот-фактура жібере берсеңіз болады. Негізгі бір 95% толтыру керек разделдерді осы видеоға қарап толтырасыз. Мен қазір ендігі жаңадан жазып отырған видеоға, описанияға осы ескі видеоның сілтемесін қалдырам. Осы жазылған видеоның описаниясына кіріп, осы электронды шот-фактура кіру сабағына тікелей кіріп кетсеңіз болады. Ол қай жерде тұрады? Жаңағы осы 23-ші сабаққа кірді тауып алып, соның сәл астына қарай жіберетін болсаңыз, оны описание деген тұрады. Описанияның ішінде жаңағы сілтемемен тұрады. Жаңағы Instagram парақшаның сілтемесі тұрған сияқты, осы YouTube шот-фактура жіберу сабағының сілтемесі осының астында тұрады. Жаңағы ол бұлай көрінеді. Осылай кірсеңіз, осылай астында тұрады. Осыған қарап, жаңағы разделдердің бәрін толтырасыз. Енді неге мұқият қарау керек, нені қосымша толтырып өтесіз, соған тоқтала кетейік. Енді шот-фактураға сайтына кірген кезде өзіңіздің ипіңізді таңдағаннан кейін жоғары жағында старый версияға өтіп, сонымен шот-фактура жібересіз бе деп тұрады. Менде енді көптеген видеолар старый версиясымен жазылғандықтан, сол старый версияға кіріп толтырсаңыз болады. Қазір көптеген порталдардың порталларда обновление болып отыр. Жаңа версиясы бар, ескі версиясы бар. Кім қай версиямен жұмыстағысы келсе, сонымен жұмыс жасай беруге болады. Жаңағы шот-фактура жіберген кезде А, Б, С, С1, Т, F разделдердің барлығын алдындағы видеоға қарап толтыра бересіз. Тек қана раздел E'де белгілі бір ақпараттарды сізге міндетті түрде қосу керек болады. Жаңағы договорды жазасыз, договордың күшіне енген уақытты жазасыз. Содан кейін ең басты өте назар аударатын зат способ отправления деген жерге сіз осы жерде төмен түсіп проши 99-ды белгілейсіз. Способ отправления дегенге 99 прошиді белгілейсіз. Содан кейін астыға түсіп 31-де 1-ді толтырасыз. Условия поставка деген жерде сіз DPD дегенді белгілейсіз. Поставка с оплатой пошлины деген. Осыны белгілейсіз. 31-ші разделге келіп, жаңағы 31-ші раздел емес, кешіріңіздер, 28-ге келеміз. 28-ші разделге келіп,
условия оплаты по договору деген жерге келіп, без наличный расчет деп белгілейміз. Осы жерде осы үш затты мұқият түрде мен қалай көрсеттім, солай белгілеп жазыңыз. Осыны белгілеп жазасыз. Одан кейін G разделге өтеміз. G разделге өтетін болсақ, мына жерде код товар тен вет деген бар. Осыны бізге осы жерге код жазу керек. Енді мен сол кодты қайдан алам деген сияқты сұрақ сізде болатын болса, мысалға алып көрейік. Мысалы біз бір фотокамера, фотоаппарат жіберген едік, соғанның код тембесін білмей жазсақ, мысалы фотоаппарат код тенбет деп жазатын болсақ, осылай фотоаппарат код тенбет деп жазатын болсақ, бізде осылай шығады. Және осының ішінен келесіде жаңағы бір код тенбетті копировать етіп алсақ болады. Біз мына жерде 85 ден басталып тұрған 85-25-800-00 деген код тенбетті копировать етіп аламыз да. Шот фактура жіберетін сайтқа келіп, мына жерде код тенбет деген жерге вставить етеміз. Бұл сізде сан шықпауы мүмкін. Онда бір соңғы бір сан өшіріңізді қайта осылай жазып көрейік. Бізде бұл код тенбемен шықпай жатыр, не екен? Біз мүмкін жарайды, мына жерде мен бір признак дегенде жерде 5-ші, біз товар жеткізсек 5 болады ғой. Сол 5-ті жазып алайық та, жаңағы код тенбетті қойып көрейік. Мүмкін атын жазбағаннан шықпай тұрған шығар. Жарайды, бізде фотокамера деп алайық. Фотокамера, содан кейін измерениеге штука дейік. Штука, количество 1, 164 000 деп жазылайық. Енді келіп жаңа код тенбе қайта копировать етіп әкеп қояйық. Код тенбені копировать етіп әкеп қояйық. Орталарын жақындата салайық. Бізде көрдіңіздер ғой, достар. Міне, осылай жаңағы жазған кезде бізде шықты. Заттың атын жаздық, штукын жаздық, бағасын жазғаннан кейін барып код тенбені әкеп қойған кезде осылай шықты. Енді осылай жазамыз. Осылай. Сіз копировать етіп алып келген затыңыздың ортасында жаңа көрдіңіз ғой, қандай да бір аралық бос болатын болса, жаңағы код тенбе шықпайды. Сіз осы керек неше орынды сан, бұл 10 орынды кодты әкеп қойған кезде, жаңағы соған ұқсас заттың код тенбе шығады, соны қоясыз. Фотоаппарат болсын, сіз мүмкін клавиатура апарғай жатсыз, мүмкін телевизор апарғай жатсыз, осылай код тенбені осылай тауып аласыз. Достар, осылай ары қарай жаңағы видеоға қарап
видеоға қарап шот фактура жібересіз. Жалпы процесті істеп жатқан кезде негізі сохранить, черновой деп сақтап отырыңыз. Содан кейін жаңағы қандай да бір жағдаймен жалғастыру керек болатын болса, қайта тауып алып жалғастыруға болады. Енді осылай шот фактура жібересіз. Достар, осы мен берген ақпаратқа жақсылап қараңыздар. Сонымен қатар бұрын жазылған сабаққа да мұқият қараңыздар. Сәттілік сіздерге.